10 жылдан астам ТШО мекемесінде жұмыс жасаймын. Бірдеңе қол жеткізді ма, жеткізген жоқ па? Мен бірінші сол сұрақты қоямын өзіме. Сол кезден бастап ортаның қандай маңызды екенін түсіндім. Өзім негізі жабық адам, қиындау болды. Соны байқап отырмын. Ең бірінші жұмысым былай официант болды. Күніне 2500 теңге алдым. Былай айтуға болады, мен ол кезде теңізде вахтамен жұмыс жасадым. 28 күн үйде мен көбірек жұмыс жасадым. Спорт секторы болдым, секция секторы болдым. Бір уақытта сосын теңізге шақырып, теңізде функциональный тест дейді, кәдімгідей есеп шығардық. Болашақпен түсердің алдында мен Манчестерде оқығам, Манчестердің алдында Оксфордта оқығам. МГУ-ға тапсырдым. МГУ-ға өтпей қалдым. Мен жасай алмаймын, мен жасам, анау не ойлайды, мынау не ойлайды деп. Қандай қиыншылықтар болды бастапқы кезеңде? Сол өте қиын болды. Неге? Өйткені басқа адамдарға айтқанда түсінбейді. Болашақ бағдарламасымен оқып келдім. Оқып келгеннен кейін бірден ТШО-ға өтпедім. Жұмысқа тұрмай тұрып репетитор смены алыстым. PMP ағылшын тілінен Project Management Professional деген нәрсе. Кітап оқуға, есептер шығаруға мықты болдым да. Өзім түсіндім. Ол адаммен болашақ құрастыра алмайсың. Құласаң да қайтып тұр. Ол адамның ойы бір күндік болса, жыл сайын өзіме мақсат қоямын. Ол мақсаттарды әр квартал сайын тексеремін. Денсаулық мақсаты деген сияқты енді өсіп жатырмыз. Жасаймыз. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бізде қонақта ТШО проектларының басшысы, болашақ компаниясының бұрынғы эксперті, ПМП бойынша курс өткізетін және де жобаларды икемді басқару кітабының авторы Алмас Исаев мырза. Қош келдіңіз. Рахмет. Өзіңіз туралы ақпарат айта кетсеңіз қысқаша. Қайырлы күн баршаңызға. Рахмет осына шақырғаныңызға. Қонақ ретінде. Енді былай қысқаша айтып қайратын болсам, 10 жылдан астам ТШО мекемесінде жұмыс жасаймын. Өзім сол теңіз жағынан бастадым, құрылыс инженер болып. Қазір енді бөлінеді ғой, сол жобалар департаментінде бір бағдарламаны басқарып отырмын. Сол оның алдында біраз оған жету үшін жұмыстандым. Ең алғашқы қайдан бастадыңыз, например? Бастапқы қадамдар деп айтуға. Мектептен бастаймын. Мектепте Жәутіков атындағы физика-математика мектебінде оқуға негізі арманым болған. Соған ынталанғам. Негізі өзім кезінде физикадан олимпиада жүлдегері болғам. Сол кезде сол туралы ести бастадым. Және де сол кезде тапсырғым келді. Алайда бір жылын өткізіп алдым. Бір жыл оларда болады, қабылдауға бір жыл болмайды. Бірақ 9-8 сыныптан кейін тапсыра алмай қалдым. 9 сыныптан кейін тапсырдым. Сол 10-11, сол тек бір жыл ау деймін, экспериментально 10-11 тек алған. Оған дейін тек 8 бен және 9 сыныптардан бастап алды, жолым болып кетті. Өттім, өткеннен кейін енді жұмысты соның ішінде бастадым. Спорт секторы болдым, секция секторы болдым. Неше түрлі жаңағыдай волонтер дейді ғой, сондай жұмыстарға кірдім. Ол енді ақша бермейді, бірақ адамдарды танисың, жан-жағың не істеп жатыр, кім қайда тапсырып жатыр, кім қайда барып жатыр. Айналаға көз сала бастадыңыз. Сол маған сол болашақ бағдарламасы бар екен, сол бағдарлама арқылы шетелде білім алуға болады екен білдірді. Ол менің алдында бір адамдар болды. Сол адамдарды танысып, солардан осылай жаңағыдай сұхбат ретінде, былай сұрақ ретінде сұрақтар сұрап, бәріне тапсыруға болады екен, жаңағыдай тек избранный дейді ғой, тек ондай адамдарға тапсыруға болады емес, қарапайым болады екен түсіндім. Сол уақытта тапсырдым. Сол уақытта тапсырғанда шетелге оқуға бардыңыз, бардым. Сол уақытта тапсырғанда басында мен енді ЕНТ-дан, УБТ-дан өттім, өзіме грант алдым. Сол УБТ бойынша өткенде СДУ Сүлейман Демирел атындағы университетіне түстім. Ол ақпараттық жүйелер курсына. Онда жұмыс оқып жүргенде өзімнің болашақ бағдарламасымен өткенін түсіндім. Сол кезде ең бірінші жұмысым ақша алған официант болды. Күніне 2500 теңге алдым. Сол жұмыстан бастадым деп айтуға болады. Өте жақсы. Жалпы осы ТШО-да жүргеніңізге қанша уақыт болып қалды? Жұмыс жасап? 2013-тен бері жүрмін. Болашақтан кейінгі ғой да? Болашақ компаниясынан кейін ТШО-да болдыңыз,
болашақ бағдарламасымен оқып келдім. Оқып келгеннен кейін бірден ТШО-ға өтпедім. Өзім негізі Ақтөбедемін. Ақтөбеде Жұбанов атындағы университетке мені енді программист. Сол бойынша мені жұмысқа алды. Мен негізі мамандығым инженер, бірақ механик инженер. Бірақ алды, оларға ағылшынша білетін адам керек болды. Сол уақытша менің сол кездегі жұмысым болды. Жұмысқа тұрмай тұрып, репетиторствомен айналыстым. Жастарды көтердім, шамалы кішкентай болады, оқушыларды. Сіз алғашқы бизнес бастаған жолдары, мысалға жұмысқа орналастыңыз, одан кейін камераға қысылмай шығуға қалай үйреніп алдыңыз? Жалпы блогты жүргізу қалай болды сізге? Өзім негізі жабық адаммын. Қиындау болды. Соны байқап отырмын. Қиындау болды. Технически жаңағыдай кітап оқуға, есептер шығаруға мықты болдым да. Кезінде енді жұрттар айтады ғой, ботаник задрот деп. Сол балалардың бірі мен шығар болған. Өзім көзілдірік киіп солай болды. Белгілі бір моментте өзім түсіндім, жеке жүре берсем олай көп ештеңе жетпейтінді. Сол себепті өзімнің жаңағыдай минустармен жұмыс жасай бастадым. Енді минус, енді біреуде жаңағыдай математика минус, біреуде анау минус, біреуде мынау минус, менде жаңағыдай. Сізде даму жағы көп болып кеткенде, былай жеткізу жағы болмады, иә? Иә, жеткізу жағы қиындау болды. Қазірдің өзінде де кейбір адамға біліп тұрған нәрсемді айтқым келеді, бірақ ол адамдар PMP деген не жалпы сіз? PMP ағылшын тілінен Project Management Professional деген нәрсе. Жаңағыдай жобалар меңгерудің профессионалы. Өмеште айтқанда. Әртүрлі жобалар ма сонда? Иә, ол сертификация, халықаралық деңгейдегі сертификация, оны алу қиын. Оны алу үшін бір-екі ай жоқ дегенде дайындалу керек. Бірақ соның өзінде де жұрттар дайындалып құлап жатады. Жаңа өзінде де несі бар, кейбір реквизиттары бар. 3 жыл мысалға жұмыс жасасаң, тапсыруға болады. Немесе 5 жыл, бірақ білімің, образованиең болмаса. Жалпы бизнестегі қиыншылықтарды айтып өтсеңіз, қандай қиыншылықтар болды бастапқы кезеңде? Бастапқы кезеңде енді өзімнің брендімді ары қарай жеткізу жағынан минустар болды. Ішіндегі білген нәрсемді мысалға жеткізгім келгенде де басқа адамдарға айтқанда түсінбейді. Басқа адамдар ойы басқа, көргені басқа, тәрбиесі басқа. Сіз оны қалай экранға шығардыңыз? Басқа адамдармен сұхбаттасың, әңгімелесесің, YouTube бар, тағы бірдеңе бар, сұрайсың. Негізі өзім білмейтін нәрсемді басқа бірден үйренуге тырысамын. Өйткені әр адам, қандай адам болмасын, оның өзінің жақсы жағы болады. Сол менде жоқ нәрсені басқа адамнан көрсем, сол адаммен араласып, сол адамнан алдым. Керекті инсайттарды алып отырдыңыз. Жалпы өзіңіздің кітабыңыз жөнінде айта кетсеңіз? Жалпы кітабым, міне ол кітап. Көрсетсем болады. Ағылшын тілінде жаздым, Mastering Agile Project Management деп. Неге? Өйткені өзім... Бұл қай жаста адамдарға арналған? Бұл кітап негізі барша жобалауға икемі бар, көзқарасы бар, ынтасы бар адамдарға арналған. Бұл кітап икемді жобалау туралы жазылған. Икемді жобалау дегеніміз не? Икемді жобалау дегеніміз жобалауды өте тез арада жасап шығарып бітіру. Негізі мына нәрсе IT индустриясында 2001 жылдан бастап шығарылған, бірақ бізге ол енді келіп жатыр. Жобалау жағынан. Жобалау жағы тек мұнай газ емес, басқа салаларда бар. Сол салаларды қарастырғанда мұнай және газ саласы уақыт жағынан шамалы артта. Сол себепті біз қазір осы икемді жобаларды икемді басқару стратегиясын жасадық. Бұл кітап қазір сатылымда ма жалпы? Бұл кітап сатылымда, енді былай ағылшынша болғасын мен Amazon платформасына шығардым. Amazon'да бар, өзімде твердый копия дейді ғой, сол бар. Сіз 2021, 22, жылдары медаль алған екенсіз. Не, қандай мақсатпен берілді сізге? Так, қазір есіме түсірейін.
бәріңіз білетін шығарсыз, иә, мына теңізде бізде 3-ші зауыт салынды, қазір енді жұмысын бастап кетті, бірақ ол жұмыс көп уақыт алды. Мені сол ковидтің кезінде 20-шы жылы Атыраудан теңізге аударып, құбырларды салу бөліміне аударған. Сол кезде бізде бір қиындықтар болды. Өйткені ковидтің кезінде бүкіл адамдар капсульное размещение арқылы жұмыс жасады, маскамен. Бізді басында 1 апта қонақ үйге жатқызады, тексереді. Егер де ауырмасақ, онда енді ПЦР бәрін тапсырамыз, басында соңында 2 айға жұмысқа жібереді. 2 айға жұмысқа жібергенде біз бір жерде жұмыс жасадық, бір адамдармен араластық, және де маскамен. Енді солай араласқан кезде жұмыс жасау, delivery дейді ғой, жеткізу өте қиын болды. Өйткені адамдардың психологиялық тұрғыдан қиындықтары болды. Сол кезде біз сол 21-22 жылдары басқа экологиялық кодекс ауысты бізде. Грунтовый суды біз енді құбырлар қазғанда жер астынан су шығады ғой, суды қайтып сол жерге тастай алмадық. Оны арнайы жерлерге апарып төгу керек болды. Соның анализін жасап шықтым. Соның анализін жасаған үшін маған 20-21 жылдары бір күміс, бір алтын медаль берілген. Енді ол талдау өзін мойындады. Өйткені біз оны жасамасақ, мүмкін әлемге дейін 3-ші сауыт салым баспайды. 23-ші жылы сол мекемеде жұмыс жасап жүргеніме 10 жыл болды. Соған арнайы берілді. Жалпы нақты мақсатқа жету үшін қандай нәрселерді жасау керек, адам мақсат құру керек па, әлде қалай жазу керек па деген сияқты? Енді көп адам мен жасай алмаймын, мен жасам, анау не ойлайды, мынау не ойлайды деп біраз жұрттың көзқарасына беріліп кетеді. Жұрттың көзқарасына беріліп кетеді. Ол нәрсе керек емес нәрсе. Өйткені жайлап уақыт өте келе түсіне бастайсың, ол біреу ойлаған не, біреудің жасаған не, ол бәрібір. Кезінде күлген адам бір 5-10 жылдан кейін сенің қасына серік болып келіп, сенің керісінше ақыл сұрайды. Сол жұрттың айтқанына берілмеу. Ол қандай жақын адам болмасын. Мен мысалға қазір маған жақын адамдарым кеңес беріп жатса, ол адам маған кеңес беріп жатқан нәрсесінің саласында бірдеңеге қол жеткізді ма, жеткізген жоқ па? Мен бірінші сол сұрақты қоямын өзіме. Егер де ештеңе жеткізбесе, мен ол адамды пікірін қабылдамаймын. Сол нәрсе негізі өте жақсы нәрсе. Әркімге енді әртүрлі. Сол себепті мысалға іште бір болады ғой, бір көкіректе тұрған ой, біреу бірдеңе айтты, ой, мен қолымнан келмейді деген нәрсе дұрыс емес. Жұрттың айтуына сенбей, өздеріңе сенгенше талпынып, негізі жасап көріңдер. Осы уақытқа дейінгі біліміңіз бар, тәжірибеңіз бар, жинаған өзіңіздің ойыңыздан түйген бір цитата, 3 цитатын айтсаңыз, немесе біреуде жарайды негізі. Жастарға үлгі ретінде айтсаңыз. Енді ағылшындардың 2 сөзі бар, қазір мен аударып беремін. Believe yourself and never give up. Өзіңе сен және ешқашан жеңілме. Құласаң да қайтып тұрып, жұмыс жаса. Қателік әркім жасайды. Адамдар негізі жетістікке жеткен адамды көреді де, былай жерде қалған адамды көрмейді. Сондықтан ойлаймын, көп жастарға айтар ақылыңыз сол, құласаң да орныңнан қайта тұру керексің, Мен мысалға айтайыншы. Мысалға болашақпен түсердің алдында мен Манчестерде оқығам. Манчестердің алдында Оксфордта оқығам. Бірақ оның алдында ешкім білмейді. Мен өзімнің ортам біледі. МГУ-ға тапсырдым. МГУ-ға өтпей қалдым. Сол маған түрткі болды. Болашақпен өтіп кетуге. Сондай бір моменттер болады адамда. Ол мысалы хайлайт ретінде көрсетілмейді. Адамдар оны жария етпейді. Бірақ әрбір этаптан өткенде әркімнің президент болсын, король болсын, басқа елдің бір Илон Маск болсын, кім болсын, қиындықтардан өтеді. Оның да мысалы ұшырып жатқан ракеттерін бірден аспаннан бір шығып жатқан жоқ па? Жастарға қандай мотивация айта аласыз?
жастарға Қазір мысалға көп жастарды байқаймын, өзінің профессиясын оқып шықты, дипломы бар қолында. Даже қызыл дипломмен бітіргеннің өзінде өзінің белгілі бір саласын таппай жүреді, мақсатын, не істерін білмей жүреді, анда барады, адасады, мында барады, құлайды деген сияқты. негізі мамандық таңдағанда біз мысалы ата-ананың, жақындардың көңіліне, ойына қатты көңіл бөлеміз. Олай қатты көңіл бөлген дұрыс емес сияқты. Өзінің ішінде не ой бар, соны ойлау керек. Мысалға, адам тапсырды, өзі жасағысы келді, өзіне қалған мамандық алды, енді жұмыс таппай жүр, иә? Ол уақытша нәрсе. Мысалға, мен ол адамға, сен уақытша мына жерден жұмыс таптың ба, кіре тұр, бірақ әргі жаңағыдай ұзақ мерзімдегі мақсатыңнан айырылма деп айтатын едім. Ол жаңа өзі қалап, өзі мамандығы оқып шыққан адамға. Бірақ басқа адамдар бар. Мысалға, ата-анасы немесе қасында жүрген адамдар айтады, сен мынау бол, мына адам өте жақсы жаңағыдай не алады, айлық алады, бай болады деген сияқты болады ғой. Ондай адамдарға мысалға олар жұмыс жасап жүреді, бәрі жақсы сияқты, бірақ ішінде біртүрлі. Өйткені ол өз қалаған нәрсесін жасап жүрген жоқ. Ондай адамдарға жас болсаңдар, ол салаға ере бермей, параллельно жайлап өздерінің шын қалаған нәрселеріңді жасаған дұрыс деп айтар едім. Өйткені біреудің айтқан нәрсесімен жүру уақытша нәрсе. Ол жарайды, бір 5 жыл, 10 жыл бай болар, айлығы көп болар, не болар, но уақытша нәрсе. Ол ертең саған соқып қалуы мүмкін. Бүгін бар, ертең жоқ деген. Бүгін бар, ертең жоқ, иә. Сіз жалпы жан-жақты адамсыз, иә, Алмас мырза. Бизнесте жолыңыз болған адамсыз, мысалы, өзіңіздің біліміңіздің арқасында, иә. Осы уақытқа дейін сіз жетістікке жеттім деп ойлайсыз ба? Белгілі бір мақсатыңызға? Енді мен негізі мындай адам, жыл сайын өзіме мақсат қоямын. Ол мақсаттарды әр квартал сайын тексерем, әр ай сайын тексерем, әр апта сайын тексерем, күн сайын сосын қарап отырамын. Қазір кластерларға бөліп тастадым. Мысалы, отбасының мақсаты, қаржы мақсаты, жұмыс мақсаты, денсаулық мақсаты деген сияқты енді өсіп жатырмыз. Жақсы емес. Бизнестағы стрессті қалай жеңесіз жалпы? Жалпы қиыншылықтар болып қалады, бір адам болады ғой, депрессияға түсіп кететін. Содан қалай шығу керек? Кез келген бизнесмендерде ондай болады деп ойлаймын. Бастапқы кезеңдерде. Болады. Көп кезде, мысалға, элементарно, қарапайым кітапты жазу. Кітапты жазған кезде маған жазу жеңіл түсті. Өйткені бүкіл ішінде жазылған нәрсенің бәрін ойымда бар, білем, тек құрастырып жеткізіп беру керек. Әдеби тілде. Иә. Оған қиындық көрмедім. Бірақ мұқабасын жасау, дизайнын жасау, сату, қалай сату, кімге сату деген сияқты да, ол жағынан мен хабарым болған жоқ, ол жағынан қатты қиналдым. Бір уақытта мен тастап кеткім келді. Бірақ сонда біздің мекемеде мен жақсы әріптесім бар, Асқар Есенгелдин деген. Ол да жақында кітап жазып шығарды мен алдында. Бір жақсы сөздер айтқан, Алмас, өзіміздің алаштың ұлдары, өзіміздің жеткен білімімізді өзіміздің елімізге қалдырмасақ, бізден басқа кім қалдырады деп. Сол сөз маған бір ауыр тиді, бірақ жақсы тиді. Жазып шығаруға түрткі болды сол. Ортамды сондай адамдармен қоршауға тырысамын. Өйткені бір-бірімізді жақсы нәрсеге жетелейміз, бір-бірімізді сүйрейміз. Орта әсер етеді дейсіз бе? Әсер етеді, жақсы. Бастапқы кезеңдерде ортаңыз басқаша болды ма әлде? Ешкіммен араласпай şeyмен? Мына Жәутіков мектебіне дейін орта енді шамалы болды деп айтуға болады. Енді бәрі емес. Мысалы, Алматыда оқып шыққанда, сол кезден бастап ортаның қандай маңызды екенін түсіндім. Мысалы, көп адам өзін енді жаман көрінбеу үшін, мысалы, мына адаммен де мына адаммен сөйлесе береді. Бірақ ол
дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Неге? Өйткені ол адамның ойы бір күндік болса, ол адаммен болашақ құрастыра алмайсың. Досың болсын, айтады ғой, мысалы өсек айтатын жерде жүрме, бизнес ақша туралы айтатын жерде жүр деген сияқты. Ол ортаңа байланысты, сонда? Иә, ортаны, жастарға ортасын дұрыстап таңдаған дұрыс. Мысалы, есірткі шегет, жаңағыдай нешеге не болады сосын мысалы да, ар жағы. Мен ондай адамдарды түсінбеймін. Сіз отбасы құрдыңыз, отбасы құрғаннан кейін бизнесте қатар жүрдіңіз. Сол кезде сізге қандай қиыншылықтар туды? Отбасы және бизнеске көңіл бөлу керек деген сияқты. Енді менікі білім саласы болғасын негізінен уақыт керек. Уақыт өте тығыз. Неге? Өйткені жарайды, үйлендің, жұбың бар, оған көңіл бөлу керек. Екі жақта ортада сіз енді қыз бала ретінде түсінетін шығарсыз. Ол бір жақ. Бірақ одан кейін енді дүниеге бала келеді. Ол кезде жұбайы да өзін ұмытады, мен де өзім ұмытамын. Тек қана сол 90% балалармен жүрдік. Сол кезде бір уақыт табу өте қиын болды. Уақытты үнемдеу. Қалай шештіңіз соны? Былай айтуға болады. Мен ол кезде теңізде вахтамен жұмыс жасадым. 28 күн жұмыс жасаймын. 28 күн үйде мен көбірек жұмыс жасадым. Теңізде жүргенге қарағанда. Сол себепті мен теңізде жүрген кезде 6-дан 6-ға дейін жұмыс жасаймын. Кешкі сағат 7 тамақ шалғасын, 7-ден 9-ға дейін, 7-ден 8-ге дейін күніне 1 сағат, 2 сағат бөліп жүрдім. Өте қиын болды. ТШО-ға сіз қалай кіріп кеттіңіз жалпы жұмысқа? ТШО-ға сол болашақты бітіріп келгеннен кейін тапсырдым. Енді кірмегенге дейін мана айттым ғой, анда жүрдім, мында жүрдім. Бізде не болды? ТШО-да набор болды, ол Астанада өтті, Радисон қонақ үйінде. Мен енді ол кезде ТШО-ның не екенін білмеймін. Бүкіл жаңа мекемеге резюмемді алып келдім, резюмемді тапсырдым. Сосын 2 жер мені қарастырып қабылдады. Ол Шлюмберже, Бейкер Хьюз және ТШО. Сол енді Бейкер Хьюзге өттім. Шлюмберже бір орта этаптан түсіп қалдым. ТШО-ға өттім. ТШО-ға өткенде скрининг болды. Бірінші жаңағы SHL тест дейді. Ол тест вербальный тест. Жаңағы тек сөз береді. Бір мәтін. Сосын 4 несі бар, опциясы бар, сұрақтар. Сұрақ-жауап, иә. Сосын математика, анализ жағынан. Енді анализ жағынан жаңа график, статистиканы білу керек. Ол маған жеңіл болды. Өйткені физматтан шықтым, физиканың олимпиада болдым. Сөз есепті түсіну жағынан жеңіл болды, бірақ уақыт өте тығыз болды. Соны өтеміз. Скрининг 2-ші күні 1-2 адам өткізді. Одан кейін олар жоқ болып кетті. Сол 3-4 ай сосын мен басқа жұмыстарда жүрдім. Анда-мында бір уақытта сосын теңізге шақырып, теңізде функциональный тест дейді. Кәдімгідей есеп шығардық. И келесі күні бір 10 адамнан тұратын комитет уже кәдімгідей сұхбат интервью жасап қабылдады. Сіз өтіп кеттіңіз, Сол кезде өттім. Ең қиыны маған не болды? Медицинский тест дейді ғой. Сол өте қиын болды. Неге? Өйткені ол жерге қабылдап, ол жер зияны болғасын жерде өте қатты қабылдайды екен. Әлі күнге шейін қатты қабылдайды. Бірақ қабылдады. Құрметті көрермендер, осы өзімнің жазған кітабымның 5 данасын тапсырып жатырмын. Осы подкастты қарап, осы подкастқа өте қызықты комментарий қалдырған адамдар сол кітапқа иеленеді. Бұл енді кітаптың ерекшелігі қазір жобаларды басқарудың жаңа саласы, икемді басқару, сол туралы жазылған кітап. Бұл кітап жалғыз ғана мұнай газ саласындағы жүрген адам емес, кез келген салада жүрген жобалармен қатысты адамдарға өте бір құнды мағлұматтар көзі болады деп ойлаймын. Бұл кітап өте үлкен емес, бір 100 бетте жазылған нәрсе. Бүкіл білген нәрсемді осының ішіне
салып қойдым. Енді коммент жазып осыны қабыл алыңыздар. Жақсы, Алмас мырза, келгеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермен, бұл Алмас мырзадан алар тәжірибелеріңіз өте мол. Сыни көзқарастарыңыз болса, комментарий жазып қалдырыңыз. Бізге лайк басуды, тіркелуді ұмытпаңыз.